Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздер мен Наргиза. Мен бүгін сіздерге молочная девочка рецептім менен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір таза ыдысымызға сгущенкамызды құямыз да үстінен 5 жұмыртқамызды шағып салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар өте қуанышты болар едім. Дайын араласпамыздың үстіне ұнымызды салып, тағы да разлихиттерімізді салып араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын. Енді фольга қағаздарымызды аламыз да үстіне өзімізге керекті диаметрді өлшеп, ішіне тестамызды салып, әдемілеп жайып шығамыз. Бұл тортымыздың тестасы осылай жұқа жайылады, қалың етіп жермеңіздер. Ал енді 180 градуста 7 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей тесталарымыздың барлығын осылай жайып, бірінен кейін біріні пісіріп ала береміз. Біздің тестамыз ұзағымен 6-7 минуттың көлемінде піседі. Сондықтан көп ұстап жермеңіздер. Ал дайын болған көждарымыздың түсі есе дәл міне видеодағыдай болады. Сосын артынан фольга қағаздарына үзіп аламыз да көждарымызды суытамыз. Ал көждарымыз суым дегенше есе кремдерін дайындаймыз. Ал креміне болса 200 грамм творожный, 600 грамм сливки, 300 грамм сахарный пудра салып, әдемілеп крем дайындап аламыз. Креміміз дайын болды, көждарымыз суыды, енді теруге түсеміз. Алдымен көжімізді қойып, үстіне кремімізді жағып, сосын көжіміздің үстінен папитка сгущенкамен су араластырып жағып шықтым. И кремімізді жағып, тортымызды осылай бірін кетіндікте теріп аламыз. Сосын сыртындағы қалбыны алып, кремімізді әдемілеп көбірек жағып, тағын қайттан тегістеп, холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Ал сандеуіне келедіған болсақ, мен бір приличный шоколадты алдымда ерітіп, шекесіне осылай құйып шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша безетсеңіздер болады. Қаласаңыздар жеміс жидектермен, ал үстіне есе емеменстерді теуіп шықтым. Өте дәмді әрі оңай торттардан бірі. Сіздер де жасап, балдарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.